Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызда сізді кім шын мәнінде ұнатады, шын мәнінде сіз кімге керексіз, соны көретін боламыз. Бірінші, бұл расклад сізге арналады, сол себепті өзіңізді ойлаңыз, өзіңізге комплимент жасаңыз, өзіңіздің есіміңізді, жылыңызды, туылған ай күніңізді айтсаңыз болады, яғни іштей өзіңіз. Бірінші сізді тауып алайық. Сіз шықтыңыз. Енді сізді айта кетейін бұл жерде. Сіз знак зодиакаңыз бойынша овен болуыңыз мүмкін, козерог болуыңыз мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Бұл общий расклад болғандықтан, егер де знак зодиакаңыз олай болмаса, сіз қазір тұрақтысыз, немесе анасыз, өзіңіз сондай жәндегі үй тірлігіне келгенде мықтысыз, өз-өзіңізге сенімдісіз, яғни алға қойған мақсаттарыңыз бар, өз-өзіңізге сенімді, самооценкаңыз бар, сондай әйел ретінде шығып тұрсыз. Сіз жәндегі әшекейлер таққанды қатты ұнатуыңыз мүмкін, жәндегі мойныңызға, қолыңызға, құлағыңызға жәндегі тағып жүргенді, әсіресе қолдарыңызға жүзіктеріңіз, білезіктеріңіз, сағаттарыңыз тағып жүргенді ұнататын әйел болуыңыз мүмкін бұл жерде. Көбінесе жәндегі өзін сыйлата білетін, өз-өзіңізге сыйлай білетін адамсыз десем де болады бұл жерде. Және қазіргі сәтте сіз өміріңізде жәндегі екі нәрсені алып жүрген болуыңыз да мүмкін, өйткені бұл жерде пентакльге шығып тұр, яғни екі жұмысты қатар алып жүрген болуыңыз да мүмкін. Екі жұмыс орнында, яғни жұмыс жасап жүрген болуыңыз да мүмкін, және де сіз қазір шаршаңқы күйде болуыңыз мүмкін, және соған жәндегі шыдаймын деп қанша ауырлық болса да екі жұмысты алып жүрген адам болуыңыз мүмкін. Бұл жерде тек қана бұл жерде екі официальный жұмыс орны ғана емес, аналар, яғни ана болудың өзі де, яғни балаларға қамқорлық жасаудың өзі де бұл жерде жұмыс ретінде, яғни оны білесіздер, аналар солай болуы да мүмкін. Немесе сіз официальный өзіңіз жұмыс орныңыз болуы мүмкін, және екіншісі бұл жерде сіз яғни үйдің тірлігі, балалармен айналысу, үйдің шаруасымен айналысу, ол да бір жұмыста. Сол себепті екі жақты үйдің тірлігінде жұмысыңызды да айналдырып жүрген адам болуыңыз мүмкін. Қазір бірақ сіз қазіргі сәтте қатты шаршаған адамсыз, өмір ағысы қалай жүреді, солай жүремін деген сияқты болуыңыз мүмкін. Немесе қазір сіздің басыңызда жәндегі қарыздар көп болуы мүмкін. Сол себепті сізге қазір ауыр болып, яғни екі жұмыс жасауға мәжбүр болып отқан болуыңыз да мүмкін. Немесе екі жұмыс жасау ойыңызда бар болуы да мүмкін бұл жерде. Одан кейін сіз және бизнес-леди болуыңыз да мүмкін, мойныңызда үлкен жауапкершілігі бар адамсыз, яғни мойныңызда жүгіңіз бар адамсыз десем де болады. Және бұл жерде сіздің сырт келбетіңізді айта кететін болсам да, бұл жерде жәндегі өзіңізге қарап боянғанды да ұнатуыңыз мүмкін. Бұл жерде яркий цветтерді де ұнатуыңыз мүмкін, яғни қазір көктемде, яғни бәріміз қазір ашық түсті киініп жүреміз, яғни соны қатты ұнатуыңыз мүмкін. Яғни қазір соңғы сәтте көп ашық түстілер киіп, яғни өзіңізге ұнайды, яғни солай киінген да, яғни яркий қылып боянғаныңыздың да өзі жәндегі ерекше болуы мүмкін. Бұл жерде басқалардан қарағанда сіздің ерекшелігіңіз бар. Және сіздің мінезіңіз туралы айта кететін болсам, мінезіңіз де өте ауыр болуы мүмкін, салмақты болуы мүмкін, постоянно жәндегі өміріңізде жасаған іс-әрекеттеріңізге, яғни жауапты бола алатын болуыңыз да мүмкін бұл жерде. Істі уже жасап, сіздің уже жасайтын ісіңіз жәндегі соңғы сәттерде, яғни сіздің жасаған ісіңіз, кез келген ісіңіз, яғни қабылдаған шешіміңіз соңғы сәтте, яғни дұрыс емес болып шығатынын ішіңіз сезіп біліп тұрсаңыз да, сонда да сіз рисковать ете білесіз. Яғни бәрібір соңында ол болмайтын шаруаның өзін де реттеп аламын, бәрін ыңғайға келтіріп аламын деген сияқты сондай ойларды да ойлайтын сондай жәндегі пысық адам болуыңыз да мүмкін бұл жерде. Характеристика туралы бұл жерде көп айта беруге болады, бұл жерде уақытта шектеулі, яғни енді өткеніңізді көре кететін болсам бұл жерде, яғни сізде өткеніңізде ер азамат болған,
өткеніңізде, яғни мүмкін қазір де бар болуы мүмкін, бірақ көбінесе бұл жерде өткеніңізді көрсетіп тұр. Яғни ол ер азаматпен араларыңызда балалар болуы мүмкін, ол ер азаматпен жақсы қарым-қатынаста болған болуларыңыз мүмкін, немесе екеулеріңіз отбасылы болған болуыңыз мүмкін, немесе содан жүкті болып отырған болуыңыз да мүмкін. Және бұл жерде сіз сол нәрсені көп ойлайтындығыңыз көрініп тұр. Одан кейін айтатын болсам, сіз яғни өте жұмыс бастысыз, яғни сіз бір жерде отырып жұмыс жасауыңыз мүмкін, яғни бір офиста, бір орындықта отырып жасауыңыз мүмкін, бірақ сіздің ойыңыз сан жақта, ойыңыз ана жақта, ойыңыз мына жақта, немесе шын мәнінде сіз жүгіріп жүріп жасайтын тірлікте жасауыңыз жұмысыңыз да болуы мүмкін, немесе бір орында отырып жасайтын жұмыс та мүмкін. Бұл офис болғаннан кейін, яғни солай айтуыма тура келіп тұр. Біреулеріңіз яғни просто отырып офисте компьютермен деген сияқты сондай салада істеулеріңіз мүмкін, біреулеріңіз кәдімгідей физический күш салып жасайтын жұмысты жасауларыңыз мүмкін бұл жерде. Сол себепті бұл жерде отырып және просто жұмыс жасайтындарды да көрсетіп тұр. Яғни бәрібір отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің уже миыңыз шаршаған, әртүрлі нәрсені ойлау, әртүрлі нәрсені жасау деген сияқты. Бұл жерде көбінесе сіз өзіңіздің, яғни жаныңыздың тынышталғанын қалауыңыз мүмкін, яғни жұмыстан шаршау деген сияқты нәрсе көрсетіп тұр бұл жерде. Сізде жәндегі алдағы қойған мақсатыңыз бар. Осы соңғы сәтті көретін болсам, соңғы сәттегі позицияңызда сіз жәндегі алға қойған мақсатыңыз бар, жеңіске жетуге де дайынсыз. Кейбіреулеріңіз жеңіске жетіп те үлгердіңіздер, немесе біреулеріңіз сол жеңіске жақын қалдыңыздар, немесе сол жеңіске жетуге енді қадам жасап жатқан қыздарда көріп отырған болуы мүмкін, әйелдерде да. Бұл жерде жәндегі өзіңіз мақсатыңызға, яғни қазіргі сәтте ауырлықпен, қиындықпен жететіндігіңіз өзіңізге де белгілі болып тұр бұл жерде. Көбінесе сіз жәндегі заң саласында да жұмыс жасауыңыз мүмкін, немесе жәндегі кәдімгі өкіметтің официально жұмысында жасауыңыз мүмкін бұл жерде көрсетіп тұрған бойынша. Бірақ сіздің қазір өзіңіз жұмыста отырсаңыз да, басқа нәрсені армандап, басқа нәрсені қиялдап, өзіңіздің армандарыңызды ойлап деген сияқты жұмыста отырсаңыз да, мысалға жеке өміріңізді ойлап жатуыңыз да мүмкін деген сияқты сондай нәрселерді көрсетіп тұр бұл жерде. Енді басты тақырыбымызға көшейік. Сізді шын мәнінде кім ұнатады, кім шын мәнінде сіз керексіз кімге? Бұл жерде тағы да өткен қарым-қатынасыңыздағы ер азаматты көрсетіп тұр бұл жерде. Сіз ол ер азаматпен жақсы уақыт өткізгенсіз, мүмкін оның әйелі болмаған болуыңыз да мүмкін. Осы уақытқа дейін бірге жақсы уақыт өткізген, сондай қыдыру, бірге көңілді уақыт өткізу деген сияқты сондай әрекеттер болған ер азаматпен, бірақ қазіргі сәтте сіз как будто одан қазір алыста сияқтысыз, молчанка де сияқтысыздар, яғни екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз әлі выяснить етілмеген, сен мен үшін кімсің, мен сен үшін кіммін деген сияқты ондай әңгімелер айтылмаған араларыңызда. Просто бұл жерде жақсы уақыт өткізу, и потом екеулеріңіз де үнсіздік, екеулеріңізде де просто молчанка сондай болып кеткен болуы да мүмкін. Бұл жерде сезімдеріңіз екі жақта екеулеріңізде қалып кеткен болуы мүмкін, және де бұл жерде өткен қарым-қатынасты көрсетіп тұр. Өткен қарым-қатынаста болған адамыңыз сізді ұнатады, яғни ол ер азаматпен қазірде қарым-қатынас болуы мүмкін, немесе просто молчанка де болуыңыз мүмкін. Бұл жерде тағы айтып кететін болсам, сіз кімге қажетсіз, қандай адам сізді ұнатады бұл жерде? Бұл жерде сізден, яғни қазір молчанкаға кеткен адам, немесе сізді тастап кеткен адам, немесе сіз оны тастап кеткен болуыңыз мүмкін. Екеулеріңіз араларыңызда қазір расстояние, немесе шынымен ақтап ол басқа мемлекеттегі, басқа границада болуы да мүмкін, немесе басқа қалалар деген сияқты нәрселерде де болуларыңыз мүмкін бұл жерде. Бірақ бұл жерде жігіттің әлі де сезімі бар екендігін көрсетіп тұр.
қазір бұл жерде сізге сіздің состояниеңіз көрсетіп тұр, яғни қазір сізге өте қиын, өте ауыр болып тұр, яғни бұл ер азаматты ұмыту, жаңағы оған дейін айта алмаған сөздеріңіз ішіңізде қалып кеткен болуы мүмкін айтқыңыз келген нәрсені айта алмай қалған болуыңыз мүмкін, оған әлі де айтқыңыз келген нәрселер бар болуы мүмкін, және бірақ бұл жерде сіз айта алмай қалған болуыңыз мүмкін. Бұл жерде вероятность жігітте де бар, яғни сіздердің араларыңызда просто молчанка жақсы уақыт өткіздіңіздер и просто екеулеріңіз екі жаққа кетіп қалыпсыздар, үнсіздікке деген сияқты нәрселерді көрсетіп тұр. Яғни жігіт те бұл жерде сізге жаңағы ішінде қалып кеткен сөздері, айтқысы келген әңгімелері, яғни әлі де ойында бар деген сөз бұл жерде. Бұл жерде бөлек расклад жасаймыз, қыздар. Жігіт сізге не айтқысы келеді шын мәнінде, шын ішкі жан дүниесін көретін боламыз келесі раскладта. Ұнаса комментарийға жаза кетіңіздер сол тақырыптан. Жігіт сізге не айтқысы келеді, сізге не жеткізгісі келеді, сол тақырып ұнайтын болса комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Егер де көп адамдар, яғни біреуіңіз жазып артынан соған лайк басатын болсаңыздар сол неге, онда мен көремін, яғни ол тақырып актуальна екені сіздерге, да? Сізді қандай жігіт ұнатады? Бұл жерде знак зодиакасы бойынша огненный болуы мүмкін, яғни ол дегеніміз дева болуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Бұл общий расклад болғаннан кейін жігіт өте жаңағы харизматичный, жаңағы пысық, сондай өзінің сыртқы кожасы яғни темный болуы да мүмкін, қаралау болуы да мүмкін, соны көрсетіп тұр. Бұл жерде жігіттің жалпы ойында сізсіз, яғни оның іші өртеніп жатыр қазір, өзін жаңағы сезімін бірақ іште сақтап отыр, яғни сізге айтпай. Бұл жерде көбінесе ол ер азамат заң саласында жұмыс жасауы мүмкін, бір жерде отырып, немесе адвокат деген сияқты, немесе врач деген сияқты мемлекеттің жұмысында жасауы мүмкін. Бұл жерде сізді қандай ер азамат ұнатады, соны көрейік. Бұл жерде көбінесе ер азамат жаңағы өзін жас ер адам сияқты ұстауы мүмкін, өйткені бұл жерде паж жазылып шығып тұр, яғни өзі жаңағы активный, өзінің жасы үлкен болса да сізден өзін жас жігіт сияқты ұстауы мүмкін, немесе действительно сізден жасы кіші болуы мүмкін. Бұл жерде ер азамат бұл жерде жаңағы қаржылық жағдайы жақсы ер азамат сияқты көрінуі мүмкін сіздерге, яғни сіздердің көздеріңізше. Бірақ бұл жерде жігіт яғни менің ақшам болмаса, мені қыздың маған сезімі болмайды деген сияқты. Қызды чтобы адам өзіне қарату үшін жаңағы ақшасы болу керек, яғни қызбен кездесуге бару үшін қалтада ақша болу керек. Ақшасыз мен қыздармен кездесуге бара алмаймын, жоқ деген сияқты сондай ойларды ойлайтын адам болуы да мүмкін. Немесе сізге шын мәнінде айтты солай да, қыздарға яғни ресурссыз бармасақ болмайды деген сияқты. Немесе соған ұқсас ой айтқан болуы да мүмкін. Қандай жігітке сіз керексіз? Бұл жерде бұл ер азамат бойдақ болуы мүмкін, бірақ бойдақ емес ер азамат болуы да мүмкін, бірақ бұл жерде ер азамат независимый, сондай қаржылық жағына байланысты тәуелсіз болғысы келетін ер азамат, немесе шын мәнінде қаржылық мәселеге тәуелденіп қалған ер азамат емес, яғни жағдайы жақсы, өте пысық, ізденгіш, сондай жаңағы философиямен де көбінесе ойлауым, философиялық жағынан да көбінесе ойлауым мүмкін, көбінесе сондай алда қойған арман мақсаттары бар, соған жету үшін көп ізденетін, сондай пысық, мынаған қалай жетсем екен, мына бизнесті ашсам, оған қандай құжаттар керек деген сияқты, сондай ізденіс, постоянно өте ақылды, бұл жерде холодный ум көрсетіп тұр, бұл жерде ер азамат жағынан сондай пысық, өте жаңағы грамотный, сондай ер адам болуы мүмкін. Бұл жерде көбінесе шын мәнінде негізінде бұл ер азамат жаңағы логический жағынан қарағанда өте ақылды болуы мүмкін. Бұл жерде именно мектепті бесте бітірген ер азамат деген сөз емес. Бұл жерде бұл адамның өзінің сана сезімі, ойлауы, яғни өте дамыған, сондай ізденгіш, сөзді түсіне білетін, адамдармен общение жасай білетін сондай ер азамат ретінде шықты. Қазіргі сәтте жаңағы холостой ретінде шығып тұр, көбінесе интимдік қарым-қатынас жоқ болуы мүмкін. Бұл ер азаматта, яғни сізді қандай ер азамат ұнатады дегенге.
Қазір бұл ер азаматтың жүрегі жаралы, яғни араларыңызда просто малшаңқы болуы да мүмкін дедім да. Бұл жерде ер азамат қазір постоянно жолда болуы мүмкін, көбінесе сізге кептеліс туралы көп әңгімелер айтқан болуы да мүмкін, яғни көлігі бар ер азамат болуы мүмкін. Бұл жерде ақ қара, яғни молочный түсті, сұр түсті болуы да мүмкін. Сонда да ішіндегі элементтері машинасының қызыл түсті болуы да мүмкін. Бұл жерде постоянно арпалыста жүретін ер азамат, өзін басқалармен салыстыратын, яғни сіздің жағыңызда басқа соперниктер бар деп ойлайды, өзінен басқа, яғни сізді басқа да ер азаматтар жүрегін жаулағысы келеді деген сияқты сондай ойларды ойлайды. Бұл жерде сіз үшін күрескісі келеді, бірақ бұл жерде жігіт қандай да бір көңіл күйге түсу көрініп тұр. Бұл жерде мүмкін сіз бұған керек мүмкін сіз бұған резко жауап берген болуыңыз да мүмкін, бірақ сіз айтқыңыз келмеген болуы да мүмкін, да? Қарым-қатынасты үзейік деп, яғни қарым-қатынасыңыздың болашағы жоқ деген сияқты, сенің әйелің бар, болмаса менің күйеуім бар деген сияқты сондай резко нәрселерді айтқан болуыңыз мүмкін, бірақ сіз оны өзіңіз шын ниетіңізбен айтпағансыз. Бұл жерде сіз бұл ер азаматтың қарым-қатынасыңызды шын мәнінде үзгіңіз келмейді, өйткені баста көрсеткенде де, яғни өткен қарым-қатынасыңызды көп ойлайтын адамсыз деп көрсетті. Және де бұл жерде ер азамат жүрегі жаралы, не себепті деген кезде өзім де жаңа айтайын деп отыр едім, карталарды сонда да ашайын дедім, өйткені сезіп отырмын. Бұл жерде сіз резко айтқансыз, немесе резко қарым-қатынасыңызды үзейік демесеңіз де, что намектағансыз, яғни бәрібір отбасы бола аламыз ба, қалай болады екен, мүмкін сізге отбасы болуға ұсыныс жасағанда әлі ерте деп айтқан болуыңыз да мүмкін. Сол себепті сіздің резко айтқан сөзіңізге бұл еркіңіз ажырап көңілі қалған болуы мүмкін, бірақ бұл жерде жігіт сонда да сізден әлі де үмітті. Бұл жерде қандай жігіт сізді ұнататынын өздеріңіз де көріп отырған боларсыздар, түсініп отырған боларсыздар, яғни өз өмірлеріңізді өздеріңіз жақсы білесіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Кімге тура келді, яғни осы сізді кім ұнатады деген ер адамның, яғни қарым-қатынастарыңызда осындай әрекеттер болатын болса, есімін жаза кетсеңіздер де болады комментарияға. Яғни историяларыңызды да жаза кетсеңіздер болады комментарияға қысқаша қылып. Мен оны яғни с удовольствием оқимын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.